Сәлеметсіз бе? Бүгін таможенная декларация, яғни сырттан, үшінші елдерден тауар келген кезде импорт болып, оны 1С-ке қалай отырғызу керек және НДС-ті қалай көрсету керек екенін проводкаларын толығымен қарастырамыз. Ең алдымен покупка дегенге кіреміз. Поступление және импортты отырғызамыз. Импорт. Енді бұл жерде мен кез келген нәрсені көрсетем. Мысалы, 10 күні апрельдің және біздің мысалы шетел компаниясы болсын, міндетті түрде келісім шартын көрсету керек. Егер келісім шарты болмаса, келісім шартты 1С базасында жазу керек. Мысалы, договор дей салайық. Номер 1. 10 сәуір. Взаиморасчеты деген жерде шетел валютасын таңдаймыз. Долларды таңдадым. Қазір міндетті түрде мынаны да толтырып кету керек. Мысалы, басталуы 10-нан және аяқталуы жарты жыл. Мысалы, жылдың соңына дейін, 31-не дейін. Условия оплаты қолма-қолсыз болса, безналичными деп жазуға міндетті, және келісім шартта шарттың түрін таңдаймыз. Мысалы, бізде франко-переводчик болсын. Болды. Договорды таңдадық. Договорды таңдаған кезде, мына бүгінгі емес, 10 сәуір күнгі курс шықты. Енді тауарлар дейміз де, және сол тауарларды таңдаймыз. Мысалы, холодильник дей салайық. Так, холодильник емес, стиральная машина дегенді алайық. Мысалы, стиральная машина бағасы 150 мың дей салайық. 150 мың бұл жерде доллар ғой. Доллармен алғанда, мысалы, $1000 дейсіз. Жақ, $1000 көп, $500 дей салайық. Және тағы бір өнімді таңдай салайық. Мысалы, жаңа су жылытқыш водонагреватель $300 дей салайық. Екеу жеткілікті. Ауыстырдық. Мына доллармен $800 шықты. Бұл инвойс бойынша баға болу керек. Инвойс бойынша қарайсыз. Енді инвойс бойынша қарағаннан кейін Қазақстанға келгенде бізге декларацияны толтыру керек. Декларацияны толтырған кезде міндетті түрде НДС төленеді, және ол НДС зачет есепке алынады. Мысалы, біздің декларациямыз ГТД. ГТД-ны толтырған кезде ГТД-ның номерін қоясыз. Және қай күні, мысалы, 15 дей салайық. Таможенный сбор. Таможенный сбор қазір неше МРП болады екен қазір? Так. Мысалы, 5 МРП. 5 МРП болса, 21.625. 6 МРП. 25 мың, қазір нақты бұнта да әзірше 5 МРП деп көрсете берейін. Одан кейін нақты белгі болғанда, сосын тағы жазып кете. Нақты өзіңіз сомасын жазасыз. Мысалы, 21.625 деп жазып кеттім. Ең бастысы, НДС дұрыс көрсетілу үшін мына нүктені екіншісіне қоямыз. Және де, мына есептелген НДС 31 деген счетқа түседі. Бұл НДС, жеке табыс салы, қосылған құн салығы, таможенный сбор дегенді қосамыз. Егер мына жерде сізде таможенный сбор деген тізімде болмаса, таможенный сбор дегенді жасау керек қайтадан, жаңадан. Таможенный сбор дей салайық. Счет учетта былайынша керек емес, міне счетты тұр. Ввоз таможенная пошлина. Пошлина деген бар ма екен, бізде қазір жазайық. Пошлина жоқ, тоже жазамыз пошлина. Таможенная
пошлина. КБК оны да өзіңіз жазсаңыз да болады, егерде сіз нақты қай жерде тіркелгенін білсеңіз, мына жерде жазып кетуге де болады бәрін. Мысалы, өзіңіздің КНП-сі 911, налоговый, қай налоговыйға төлейсіз, налоговыйдың счеты, бәрін жазып кетуге болады. Және вид специальный таможенный пошлины. Мынаусыз мысалы толтырылмайды, сондықтан бұл жерде біз тағы бір таможенный пошлина дей саламыз, болды. Одан кейін міне ашылды, иә, ашылды ГТД-ның бөлімдері дейді. Және де бізде автоматы түрде былай кетті. Фактурная стоимость ол инвойста көрсетілген құны, таможенная бұл декларацияда көрсетілген құны. Мысалы, бізде таможенная пошлина, таможенная стоимость декларациядан көре жоғары деп есептейік. Мысалы, мына жерде 239 болса, 250. Бұл декларацияда 250 деп көрсетілген. Нақты 143 болса, декларацияда 160 десін. Енді онда мынау 250 мен 160-ты қосқанда бізде 410 шығады. Мына жерде таможенная пошлин стоимость 410 деп қоюымыз керек. Және де пошлина мысалы 10%. 10%. Пошлинамыз 10% болды, сонда мына суманың 10%-ы 41 мың шығады. Одан кейін біз таможенный сбор қазір мына жерге толтырылады. Так, бәрін толтырып кеттік. Яғни міне 410, мына екеуін құнын қосқанда 410 шығады. 10% пошлина болса 41 мың шығады. Енді осыны біз распределить деп бөлеміз. Және де мына жерге сбор тағы бір рет отырды. Және де енді жалпы құнынан 16%-ды мына жерге көрсетеміз. Биыл бізде 16%. Ескі база болғандықтан 16% деген ставка жоқ. 16 деп көрсете салайын. Наименование 16%. Міне, мынау НДС шығады. Бұл НДС қай сомаға есептеледі? Мынау жалпы 410 мың, қосу 41 мың, қосу сбор жалпы сомасынан есептелген. Қазір бұны тексеріп шығайық. 410 мың плюс 41 мың плюс 21 мың 625, 472 625 шығады. Көбейтеміз 16%. 75 мың 620 дұрыс шықты. Және де ең бастысы бізге проводкалар қаншалықты дұрыс отырғанын тексереміз. НДС мына жерде мысалы НДС отырмаған. НДС неге отырмады деп сұрақ қоямыз, өйткені бұл жерде бізде мына жерде НДС, учитывать НДС деген тұр. Включать НДС стоимость керек емес. Бұл қай кезде? Егерде біз өзіміз НДС төлеуші емес болған жағдайда. 14-21 тұр екен ғой, дұрыс. Тек қана мынау вид поступления дұрыс емес. Оны өзгертеміз. НДС, мысалы, өзіміз НДС третьей страны дегенді ашсақ болады. Создать НДС третьей страны. Так, строкасын декларацияда көрсетіп кетсек болады. Қай декларацияда отыратынын қазір бірінші записать дей салайық. Вид обороты, мысалы, общий. Бұны енді өздеріңіз анықтайсыздар. Енді мен бұны мына жерге қоям. 16-шы жол 316-да 1. Импорт
из государств, не являющихся членами таможенного союза. Тамождық там жаңағы кедендік бірлестікке қосылым жатпайтын мемлекеттер деп аталады. Яғни ЕАЭС-қа кірмейтіндер. Осыны таңдаймыз. Таңдадық. Провести. Және мына суммада отырмады дейді, бұны да распределить деп тағы бір рет отырғызамыз, және де болды. Провести дейміз. Ең бастысы нені тексеруіміз керек? Дебет кредитті тексереміз. Дебет кредит отырған кезде бізде былай отырады. Ең бірінші 14-22, 31-31 отырады. Содан кейін 14-22 кредитке көшеді, 14-21 дебетке көшеді. Және біз өзіміздің оборотно-сальдовый ведомость, айналым салық ведомость ашатын болсақ, 26 жыл апрель айына, онда бізде былай шығады. 31-31 деген счет, міне 75.620, және де 14-22 жабылды. Мынау НДС в зачет қалды. Ал мынаны біз төлейміз. Мысалы, бұны біз 10 күні төлеп қойдық дейік. 75.000-ді банкке кіріп, мысалы, біз алдын ала төлемесек бізге импорт келмейді ғой. Сондықтан сол 10 күні төлеп қойдық. Кімге? Біз налог ретінде таможенный НДС-ті налоговыйға төледі. Қазір көрейік, қандай налоговый мына жерде бар екен. Так, бар екен. Мысалы, бізде түрксепте деп есептейік. Және де, счеттың қоясыз, суммасы, және расчет из бюджета по налогам, налог на добавленную стоимость. Бірақ мына жерде бізде салық неге счеттары отырмады, счеттары отырмай тұр. Бұлайынша мына жерге міндет түрде счет автомат түрде отырады, 31-31 деп. Настройкасында болмай тұр ғой, значит, мына жерде міне көрдіңіз ба, салықта 31-31 деп жазылмаған екен. Қазір нақты жазып қоя салайық. 31-31, КБК-сы 105, так, 105, так, бұл бізге 102 болады, егерде импорт тауарлары болса, КНП-сы 911. Мынаны барлығын, мысалы, мынау ауданы, счеты, барлығын жазып кетсеңіз, енді мысалы мынаны жоқ дейік. Енді бұл автомат түрде толтырылатын нәрсе, тек қана бізде ғана, мысалы, менде настройка болмай қалыпты. Бәрін істедік, төледік. Енді бұны алдын ала сіз төлейсіз. Декларация келмей тұрып, және сбор, пошлина бәрін төлеп кетесіз ғой. Сонда ол сбор, пошлина бәрі отыра қалады. Мына жерге отыру керек. Және сборды төлеген кезде де мына сбор мен пошлина 32-32-ке отырады. Ашып көрейік. Мына таможенный пошлина 41 мың, және сбор 21.625. Мысалы, бұна екеуінде де сіз 10 күні төледік деңіз. Так, пошлина. Копировать ете салайын. Мына жерде тек қана пошлинаға өзгертем. Пошлина қолмен отырғыза салайын. 32-32. Так, таможенная пошлина деп отырды. Және қай жерге төленгенін 10 күні төленді. Окей. Және мысалы сбор. Сборда 32-32 болады, бірақ мына жерде сбор деп жазылады. 32-32. Қандай салық органы, және сомасын жазып кетек. 21 мың. Так. 21.625. Так, 10 күні төленді дейік. 10 күні төленді. Болды. Міне, үш төлем сіз міндет түрде бұны жасайсыз. Декларация алмай тұрып. Сондықтан сіз
Мына оборотно сальдовое ведомости ашқан кезде, айналым сальдық ведомости, мына суммалар бәрі сізде 0 болу керек. Неге 2 рет кетіп қалды, қазір көрейік. Менде неге 2 рет кетіп қалды, суммасын бір жерде өзгертпедім. Мына 75 мың деп қойыппын. Бұл 75 мың емес суммасы. Бұның суммасы төлем бойынша 41 мың. 41 мың. 41 мың деп жаздым. Мына жерде 0 болады. Яғни алдын ала төледік, содан кейін барлығы жабылды. Сонда сізде былай болу керек, 32-де 32 0 деп жабылу керек. Міне, ашып көретін болсаңыз, пошлина мен сбор толығымен төленді. Мынау есептелген, мынау төленген, есептелген, төленген. Және де НДС-те төленді, 31-де 31. Мына НДС-ті ажырату үшін өзіңізге өткен 31-де 31 деген счетқа тағы сіздің сату бойынша НДС-те отырады. Сондықтан 31-де 31, 31-де 32 деп те бөліп қоюға болады, егер шатаспайым десеңіз. 14-де 21 бұл алдын ала төлеген кезде, содан кейін міне НДС зачет, яғни осы сумманы келесі жолы декларация жапқанда мынаны төлемейсіз, төленіп қойған НДС болып есептеледі. 75 мың теңге. Болды. Мына сумма жабылғандықтан бұл толық жабылып тұрады. Бұл жаңа сатуға қатысы жоқ. Импортқа қатысты НДС 31-де тұрса да, әрқашанда мындай 0-0 деп салық қалдықтары 0 болу керек, жабық тұру керек. Осымен болды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Негізінен импорт бойынша міне инвойстың күнімен курсын тексересіз, және де декларация бойынша ең бастысы декларациядағы міне таможенная стоимость дегенді көресіз. Бұл инвойстағы құннан бөлек болуы мүмкін. Міндет түрде ставка, пошлинаның ставкасын және де таможенный сбор бәрін тексеріп, 16% болса 16% деп қоясыз, және бір тексеріп алып қоясыз. Және де ең бастысы, мына жерде айтып кеттік, 14-де 22, 31-де 31 деп отырады. Мынау неге 14-де 22? Бұл НДС төленді, бірақ оны біз әлі есепке алмаймыз, ол болашақта есепке аламыз деген сөз ғой. Және де ол 14-де 22 азайып, 14-де 21-ге міне ауысты. Бізге ең бастысы осы керек болды. Осы проводкалар бізге отчетқа дұрыс отыруға көмектеседі. Және де 31-де 31 тоже толығымен жабылып кету керек. Мына счеттар 31-де 31, 32-де 32 деген счеттар төленген кезде платежка, яғни төлем тапсырмасы төленген кезде толығымен жабылып, оборотное сальдовое ведомость, айналым сальдық ведомости былай толығымен жабылып тұру керек. Қалдығы 0 болу керек. Сұрағыңыз болса айтарсыз. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.